Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы кітап неден жасалады? Сабақтың мақсаты шығармадағы автордың ойын мәтін деректерінен мысал келтіре отырып дәлелдейсің. Балалар, алдымен кітап туралы қанатты сөздерге назар аударайық. Кітап ең сабырлы ұстаз. Адам баласының бүкіл ғұмырындағы ең сенімді және ең сабырлы серігі кітап. Кітап білімнің түпсіз аспаны, терең бастауы. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана. Кітап ақылына ақыл сұрамайтын ең құнды қазына. Балалар, осы кітап біздің алдымызға қандай үлкен еңбекпен келетінін білеміз бе? Олай болса, осы кітаптың негізі ағашпен диалогке түсіп көрейікші. Ағаштың тарапынан қойылатын сұрақтар. Мені кім тербетіп аялап өсірді? Жасым сақинамда жазылу екенін білесіңдер ме? Қартайғанымды қалай білдіңдер? Қалай ойлайсың? Ағашқа кім қамқорлық жасауы керек? Олай болса балалар, бүгінгі сабақта Танаш Дәуренбековтың «Кітаптар мұңы» атты шығармасымен танысатын боламыз. Танаш Дәуренбеков 1927 жылы Қызылорда облысының Тереңөзек ауданында дүниеге келген. Жазушы. Бір түйенің әлегі, 15 жыл өткен соң, Сыр балалары атты шығармалары бар. Жазушы әңгімелерінде ауыл балаларының өмірін шынайы бейнелейді. 2000 жылы дүниеден қайтты. Кітаптар мұңы. Мектептің қоймасына біреу бір құшақ кітап әкеп тастады. Есік қайта жабылуы мұң екен. Шеткерірек түскен бірі басын көтеріп алды. Қайда келдім дегендей жан-жағына қарап, сәл отырды да жанда жатқан көршісін түртті. Ол қозғала қоймап еді, жұлқып қалды. Ей, тұрсаңшы, қайда келдік? Тірімісің өзің? Ой, мазамды алмашы, бүйткенше парақтарымның пәре-пәресі шығып, желмен ұшып кеткені жақсы еді. Не боп қалды? Жалғыз сенің басыңа келді деймісің бұл қиыншылық? Біздің де көрген қорлығымыз аз емес. Биылғы оқу жылын зорға аяқтап шықтық. Басыңды көтер, жөн сұрасайық. Кімсің өзің? Сыртың бүп-бүтін ғой. Сыртымды қайтесің, деді анау жер таяна орнынан әрең тұрып. Сыртым бүтін болғанымен ішім түтін. Ана тілі оқулығымын. Мен үшін авторлар түн ұйқысын 4 бөліп қанша қызмет етті десеңші. Баспа қызметкерлері әрбір әрпімді жекелей теріп, көз майын тауысып па еді? Сонда кім үшін? Балалар оқысын, сауатын ашсын, адам болсын деген ізгі ниеті еді ғой бәрінікі. Мен де қолымнан келгенше өз бойымдағы білімімді беріп, балаларды адамгершілікке, парасатқа тәрбиелеуге тырысып бақтым. Қырсық қылғанда Адырбай деген баланың қолына түсіп, 1 жыл болмай мына күйге ұшырадым. Егер күтіп ұстаса, келер жылы мені басқа балалар оқымас па еді? Қайтейін? Біздің де оңып тұрған жеріміз жоқ. Мен ежелгі дүние тарихы оқылығы боламын, деді бірінші кітап. Сотқарбай деген баланың меншігіне тидім. Әдепкіде оқылық болып мектеп босағасын аттағаныма қуанып едім. Оным көпке бармады. Сотқарбай суретімді сиямен бастырып сызып тастады. Оқу жылы аяқталған күні ауласына тастап кетті. Әріптестер қанша айтқанмен ана тілімін ғой. Менің айтқанымды тыңдаңдаршы. Әркім өз дүниесіне оқыпты болу керек қой. Ондай балалар жоқ та емес. Жоқ емес-ау, көп. Алайда олардың бір кемшілігі Адырбай мен Сотқарбай сияқтыларға ақыл айта алмай келеді. Мысалы, менің өзім сияқты құрдасым болды. Екеуміз мектеп кітапханасына бір күнде түстік. Міне, оқушы деп оның есін айт. Ондай баланың қолына түссең, арманың болмас. Кітаптың керек бетін белгілеу үшін парағын бүктемей, қағаз салып қояды. Енді біздер қайтер екен? Деді бір кітап. Әлде жинап отқа тамызық етер ме екен? От деген сөзден бәрі селк ете қалды. Бір сәтке үндері шықпай іштен тынды. Мәтініміздегі жаңа сөздер. Кәдеге жарау.
пайдаға асу, кітапты түптеу, кітап парақтарын біріктіріп тігу, басу айту, тыныштандыру, ұнжырғасы түсу, еңсесі түсу, ренжу. Олай болса балалар, мәтінмен жұмыс. Мәтіндегі кейіпкерлер қандай тәсілмен суреттелген? Дұрыс айтасыңдар балалар. Мәтіндегі кейіпкерлер кітап бейнесінде суреттелген. Оқиғаның шарықтау шегіне әкелген қорқынышты сөзді аташы. Дұрыс айтасыңдар балалар. Оқиғаның шарықтау шегіне әкелген қорқынышты сөз от. Оқиғаның шешіміне әкелген жұбаныш сөздің иесі қай кітап? Дұрыс айтасыңдар балалар. Оқиғаның шешіміне әкелген жұбаныш сөздің иесі ежелгі дүние тарихы. Балалар, кейіпкерлерді қосып, кітаптардың арманы орындалатындай етіп, ертегіні аяқтайық. Әне міне дегенше жаңа оқу жылы да басталды. Мұғалімдер кітапханадан кітаптарды алып, оқушыларға табыстады. Табыстар алдында мұғалім кітаптың құндылығы мен іші толған қазына, яғни білім екенін түсіндірді. Оқушылар тез түсіне қойды. Олар кітаптарды аялап ұстайтындарын және келесі жылға дейін еш бояусыз, жыртпай жеткізетіндерін айтып, мұғалімдеріне уәде берді. Мұғалім де өз сыныбына сенген болатын. Кітаптардың қуаныштарында шек болмай, жаңа оқу жылын жақсы көңілмен қарсы алды. Балалар, бүгінгі сабақтан өзің үшін қандай маңызды ақпарат алдың? Өзіңнен кіші балаларға қандай кеңес берер едің? Олай болса балалар, мен бүгінгі сабағымды түркі жұртының ұлы ақыны ойшыл Әлішер Науаидың сөзімен аяқтағым келеді. Кітап ақылына ақы сұрамайтын ең құнды қазына. Назарларыңа рахмет.